жайлы айтылған. Шерханның анасы інілеріне Шерханға кішкентай кезінен бастап әке орнына әке, ана орнына ана болды. Олар кішкентай кезінен қиындық көріп өсті. Шерханның әкесі Мұртаза, Шерхан кішкентай кезінде болғанда осы қиын қалып кетті. Сондықтан ол анасы екеуі және інісі үшеуі бірге қиын өмір сүрді. Оның анасы жұмыста болды. Шерхан және оның інісі екеуі күні-түні далада болып, қиын болып өмір сүрді. Шерхан ол кезде кішкентай болды және Шерханның інісі де ол кезде одан да кішкентай болған, бірақ өзі кішкентай болса да інісін бақты. Менің әкелген кітабым логотерапия және немесе өмірге құштарлық деп аталады. Ол кітаптың ішінде көп адамдардың мән таба алмай өмірден құлшынып өткен кездері айтылады. Біз мәнді не үшін іздейміз, біз қай уақытта іздейтініміз, мән бізге не үшін керек, өмірді не үшін іздейміз, өмірдегі мақсатымыз не, солардың барлығы осы кітапта айтылған. Бұл кітаптағы ең басты кейіпкердің бірі бұл кісі суицидтің ең басты зерттеген ғалым болады. Суицид, яғни адамға өзіне кері әсер ететін іс-әрекеттер немесе оқиғалар жайлы айтылған. Абек Шағаттай жазушының кітабы. Бұл кітап 2021 жылы шыққан. Бұл ауылдың кішкентай археологтары туралы кітап. Бұл жерде өте көп әңгімелер бар. Солардың бірі көрдің бетіндегі аппақ. Ол жерде бір күні әкесі баласына айтады: "Жүр балам, екеуміз балық аулап қайтайық" дейді. Баласы айтады: "Әке, қыстың күні қайдағы балық? Біздің қармағымыз да жоқ. Біз балықты немен аулаймыз? Және де көрдің беті аппақмыз ғой" дейді. Мұқағали Мақатаев жүрек арысы. Мұқағали Мақатаев өмірдің соңына дейін "Мен өмірді шыңдау үшін келгенмін" атты сөзімен аяқтап, өмірмен қоштасты. Бұл кітапты мен ең сүйікті кітабым болып саналады. Бұл кітаптың ішінде махаббат диалогы, Абдуллаға атты тақпақтары бар. Бұл Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабы. Керемет кітап, иә? Бұл кезінде бұның ішінде Абайдың қайтқан кездеріндегі жазған. Абай кішкентай жас кезіндегі өмір сүрген кездері және де тағы да басқа қиыншылықтар кешкен кездің бәрі осы кітапта жазылған. Бұл кітап Абай Құнанбайұлының 45 сөзінен тұрады. Біз оқыған 1-ші, 7-ші, 31-ші қара сөздер өте мағыналы.